Bugün sizlerle Көктемнің Gürjavak günlerinde Bremen'in stadında кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Және де кезекті 3-ші біріншіліктің аяқталуы сәтті аяқталады деген үміттеміз. Яғни үміткерлер бұл жерде қазір көп болып тұр. Сондай үміткерлердің бірі, яғни 3 класс кубокты осы жылы иеленеміз деген ниеттерінде тұр. Практически дейміз ғой, сондай ниет жағдайлары бар. Ал қалған 2 класс соңғы орнына жоғары шығып кету үшін таласу керек. Сондықтан да барлық командаларға оңай жерде нан жоқ екенін ескертеміз. Және соңына дейін күресу үшін қолдан келген бар мүмкіндікті бүгін осы сыныпта көрсететін болсаңдар, ертең үлкен өмірде де сондай көрсетеді деп үміт қыламыз. Ал командалар дайын болатын болса, тағы да бір ең үздік ойыншыға үміткер бұл жерде 2 ойыншы қазір қалдады. Махан Аружанда жалпы осы Bremen'in 3-ші біріншілігі бойынша 13 ұпай жинаған. Одан кейін Төлебай Ұлжан 12 ұпай жинап келген. Ал негізгі үміткерлер осы болып тұр. Одан кейін Досымбек 8 ұпай жинаған, Достуы 8 ұпай жинаған, Дәменде 7 ұпай бар. Осындай қағамалар осы ұпайлар жинап келген Bremen бойынша. Олар да енді өздерінше мықтыға таласады, өз ішін арасында. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік тілей отырып, бүгінгі Bremen ойын ашық деп жариялаймыз. 7 сұрақ тағдырларыңыз шешеді. Ең жоғары ұпай 11 сыныпта 25 ұпай бар, 10 сыныпта 20, 9-да 21, 9 әмен 9-да 9 ұпай бар екен, 8-де 11 ұпай жинаған екен. Ал енді 7 сұрақ бүгін бәрі нәрсені бүткіл ел өзгеріп жіберуге мүмкіндік болады. Сондықтан да әлі ешкім кубокты ойша болса да иеленбеді деп есептейміз. Ұзақ созбай естиміз. Бірінші сұрақ дүние кезек деп аталады. Ең мықты сұрақтар таңдалып алынған. Құс қанша биікке ұшатын болса да рызығы жерде болады екен. Адам баласы қанша тәкаппар болса да баратын жері көлде. Торғай тірісінде құмырсқаларды жейді екен, ал өлгеннен соң құмырсқалар оны жейді. Бір түп ағаштан миллиондаған сіріңке жасалады, ал миллиондаған түп ағаштарды өртеуге бір тал сіріңкеде жетіп жатыр. Жағдайлар кез келген сәтте өзгеруі мүмкін. Сондықтан да бұл өмірде ешкімге көлеңкеңді түсіруші болма. Бәлкім сен бүгін мықты шығарсың, бірақ мына нәрсе сенен де мықты. Қай нәрсе бізден де мықты? Сұраққа беріледі 2 минут. Кет. Сен бірақ бүгін мықты шығасың дейді. Бірақ мына нәрсе сенен де мықты деген. Қай нәрсе сенен де мықты? Бүгін мықты шығасың. Бірақ мына нәрсе сенен де мықты дейді. Не мықты болу?
Vakti ayaklarla. Birinci сұрақ. Шынымен де командалардың күресуге дайын екенін көрсетті. Уақыт сенен. Так, 11 сынып. Үшбай. Досымбек. Так, Досымбек жазылып тұр ғой енді. Келесі 10 сыныптан Адинали 9 адам. Аружан 9 әден. Ардақ баяғы келмей жүрген. Ардақ сразу командасын өрге сүйреп шықты. 12 ұпай қазір жинап тұрсыңдар, 8 сыныптан жоғары тұрсыңдар деген сөз ол. Так что осында жүріп қоймайындар. 8-ден өздері қорайсыңдар. Соңға дейін көресіңдер, беріп қоймайындар. Так, Аружан 16 ұпаймен ұзап барады. Кеттік онда. Сенің сыйлаған сөз деген екінші сұрақ беріледі. Бірде жасөспірім Томас Эдисон мектептен келе сала анасының қолына мұғалім беріп жіберген қағазды ұстатты. Бірде жасөспірім Томас Эдисон мектептен келе сала анасының қолына мұғалім беріп жіберген қағазды ұстатты дейді. Яғни бала анасына ұстатты қағазды деген мағынада. Анасы хатты былай оқиды. Сіздің балаңыз мынандай. Бұл мектепте оны оқыту үшін тым кішкентай және мұнда оған білім бере алатындай мұғалім жоқ. Өтініш, оны өздеріңіз үйде оқытыңыздар деп көзіне жас ала оқып берді. Біраз жылдар өткен соң ол отбасылық мұрағатты қарап отырып сол хатты тауып алады. Бірден ашып оқи бастайды. Сіздің ұлыңыз мынандай. Бұдан бұлай оны басқа оқушылармен оқыта алмаймыз. Оны өздеріңіз оқытуға кеңес береміз деген екен. Эдисон мұны оқығаннан кейін бірер сағат көзіне жас еріп береді де кейін Томас Альва Эдисон мынандай бала болған. Уақыт өте анасының ерлігінің арқасында сол ғасырдың ғұламаларының біріне айналды деп күнделігіне жазып қояды. Яғни анасы бірінші оқыған кезде баласына не деді? Бұл жерде екі сұрақ бар, бірақ бірінші сұрақ қойылып тұр. Жасылып кеткен екі жерде көрдіңдер, мынандай бала болған деп. Сол кезде анасы оқып жатқан кезде хатты былай оқиды. Сіздің балаңыз мынандай деген. Сол сұрақты табасыңдар. Негізгі сұрақ сол. Баласы қандай болған? Әттең осы кезде өзін толмаға тоғын біледі.
Anası yerlik жасап, асыл сүт жететін ме? Alnı durun. Mынандай деп оқиды. Бірақ анасы оны өтірік айтқан болады. Бірақ сол кезде неде оқыды? Бірақ соған байланысты. Баласына оқып беріп Biz керісінше жоқ тауымыз керек па? сол кезде анасы өтірік оқыған жауаптар болады. негізі мынау жазылғанда ол жерде бірақ анасы мынаны соған бала тырысып мына жеткізді. жоқ мынау болғанда вариант Бірінші вариант. жоқ жазылған мынау болады мынау болған мынаны айтқан Жазылған мына, айтылған. сен балам осындай жазылған мынаудан негізі қалады десең мынау жазылған деп ойлайсың ба шешім қабылдап өткізуге Жақта жазылған сөз басқаша болады. Екі жауап береді, ағая бір жауап бар. 나는 나와야 되는 사람이니까 그거였죠. Жақсы жауаптар бар. Жалпы маған бір нәрсе көзіме түсті жаңа. Оқушылар дұрыс жауап талқылап жатқан кезде, яғни жасырын талқылау деп айтсақ та болады. Мынаны айтқан шығар, мынаны айтқан шығар. Яғни именно сол сөзді айтпай талқылап жатқан ұнады, яғни басқалар біліп қоймасын деп. Хат тауып алып, бірден ашып оқи бастады. Сіздің ұлыңыз ақыл есі төмен, бұдан былай оны басқа оқулармен оқыта алмаймыз. Оны өздеріңіз оқытуға кеңес береміз деді. Болмас Альва Эдисон ақыл қабілеті төмен бала болған. Уақыт өте анасының елінің арқасында сол ғасырдың ғұламаларының біріне айналды деп күнделігіне жазып қойды. Ал анасы былай оқыған еді. Сіздің балаңыз данышпан деп оқыды. Вариант что-то көрген данышпан деген ішінде. Дарынды дегендер келді. Басқанда келді.
Çok da çıkarsın. Yoktan da bulan ne bulan? Ne? Anasının akıllı olup durmamışım. Balasına katı söz söylesin деп. Anasını көргенде қойды. Өзі сөйтіп оқыған кезде бала өзін-өзі жеп, бұндай жетісін деген аққа ел болатын беді, болмайтын беді. Сондықтан да кез келген бала бұл любой кезде данышпан болуға мүмкіндік болады екен. Тіпті мынаны эксперт жасап, о бейшараны зерттеп, мұғалімдер шешім шығарған өзінде де бәрібір ол Аллахтың шешімі емес деген шешіммен күресу керек. Үшіншісі, татулықтың сыры деген тақырып бойынша әңгіме қозғалады. Өсіп-өнген үлкен әулетте 100 кісі бірге тату-тәтті өмір сүріп жатыпты. Сол елдің патшасы бұл әулет туралы естігенде қызығушылықпен барып әулеттің ақсақалына жолығуды ұйғарыпты. Қариямен кездескен патша әулетіңізді тату-тәтті бейбітшілікте ұстап тұруыңыздың сыры неде деп сұрақ қойыпты. Қария қағазға бір шама уақыт бір нәрсе шимайлап жазып патшаға ұсыныпты. Патша қараса, қағазда бар жоғы бір-ақ сөз жазылыпты. Үсті-үстіне әбден баттастырылып жазылған сөз мынандай екен. Қандай екен? Ал, салайық көрейік. Тату-тәтті бейбітшілікті ұстап тұруыңыз сыры неде деп сұрақ қойғанда, патша қағазға бір шама уақыт шимайлап жазып бір нәрсе ұсынады қария. Сол кезде ол үсті-үстіне әбден баттасып жазылған сөз болады, бірақ ол бір-ақ сөз болады. Қандай сөз болды? Зат есін сұрап айтып қой. Сіздің есін болса қабылдан бер. Кейін алып мен де өшіп Ne olur o? Elin havalar. Бірінші не болды? Başına.
Üçüncü sorak bo'ladi ya. Var olan 4 sorak kaldı. 11. sınıfta kubukta 4 sorak ana şekilde dayantıp. Sebebini düşündüreyim. Üst-üstüne erden baktasırıp жазылған sözde bir gana sabır деген söz. Mesela Burukbay sabır diyorlar. Sabır dost. Abi bize var sabır. Onun üstünde var sabır Burukbay. Kımdıka. Evet, 9'da da var ekan. Kımdıka. Boşuna mı ver? 29, 24, 25. 4 ufay elde sol saklanıp dur. 4. sıra ne özgürse gelip degen. Jigitler ben arılarga dep takıp koydum. Nasihat dep aytsam da болады. Kulak sap tыңдаңдар. Kulak sap tыңдар jigitler төмендеп жатыр бағаңыз. Шақырып қызды зиналған жындарға толған ағаңыз. Имансыз тірлік жасарда нәпсіге бұрмай санаңыз. Күнәға тартпай суылды қарындасым деп қараңыз. Әпкеңе солай жасаса, жазылар неді жараңыз, динаны жасар алдында анаңды еске алдың ба? Bir кезде сондай қыз болған, ардып жүрген анаңыз, қиянат қылма қыздарға, сыйлаған қызды бабамыз. Біразға жасың жеткенде, өкініп қалсаң өткенге, қайтару үшін уақытты жете қоймайды шамаңыз. Құлақ саптың ба арулар, судың да бар, ау есебі бір сәтке ойлап қойыңдар. Үйдегі әке шешені, өйткені әке шешеңе балапан қыстың кешегі, болашақ жарқын өмірге динаның тиер кеселі, жолыңыз болмай күнәдан, сорыңыз болар бестелі, некесіз туза сәбиің, жетесіз болып өседі, жетесіз болып өскен соң, қаңғырып қара көшені, біреудің тонын шешеді, біреудің жолын кеседі. Ел болам десең балалар, бесікті түзе деседі, некеден туған Махамбет, елімнің батыр көсемі, некеден туған Ұлабай, қара өлең сөздің шешені, ұлт болам десең саналы, жұрт болам десең мынандай, зинадан аулақ болыңдар, айтарым мен осы еді. Жұрт болам десең. Ұлт болам десең саналы, жұрт болам десең мынандай. Сынесің. Зинадан аулақ болыңдар. Жұрт болам десең саналы, ел болам десең
Bolam desem sanarlar, jurt bolam desem inanmayın. Zinadan ağlık oldular. Kara öyle sözün şeşeğine degen, negese tumalı bolam. Ol bolam desem sanarlar, jurt bolam desem mınanday. Yukarı. Мынаны бірде қойып қойдым, мысалы саналы дегенде мына ұрышып кетсің. Ұлт болам десең саналы, ұлт болам десең мына жасап жүрші. Саналы ғана жылды айтып Өлең шарт деген адам Şeşit kaldı, kim oldu o yine? Bol sıra. Niye emp geldi komanda var? Жақындаttı mı, alsattı mı деген сұрақтардың жауабын ел болам десең, бабалар бесікті түзе деседі, некеден туған Махамбет, елімнің батыр көсемі. Некеден туған Ұлабай, қара өлең сөздің шешені, ұлт болам десең саналы, жұрт болам десең бағалы. Бағалы, 10 сынып алысында, жақындарда өз мәрелеріне, мақсатларына басқалар алысады деген сұрақ. Кімге жазамыз? Бағалына. Нұрсұлу. Шешім қабылдағанда қарсылық көп болды дейме? Қарсылық жоқ, болмады дәш. Bir ауыздан келісіп. Бірден айтылған еді, уже бәрі болады деп. Юқасты сайтын деп асқан бір нәрсені айтып қалды, жоқ өзі юқастырған айқалып. 8-сінде 1 рубай беріледі, кімге береміз? Бәріне? 12 рубай. Тең болып тұрсыңдар. Так, соңғы сұрақ. Максимальный 9 рубай жинауға болады. Соқтан теоретический шанстар бар қалып. 9 бал жинасыңдар. Маған 0 бал жинау керек. 5 нәрсемен безендіріледі деген 5 бабының сұрағы. 5 нәрсемен безендіріледі. Денсаулық жақсы өмір сүрумен безендіріледі. Сапар жақсы сұхбатпен безендіріледі. Сұлулық көркем мінезбен безендіріледі. Ұйқы дененің рахаттануымен безендіріледі. Ал мына нәрсе
Алланы еске алумен безендіріледі. Қай нәрсе Алланы еске алумен безендіріледі деген сұрақ ұстаған. Бред келмеген. Болсын басқашасы келген. Ол сол алсам. Валеттер бере беріңдер. Осы бар. Бере беріңдер валетті, қандай бар? Нанын жазып қойды. Алланы еске алумен безендіріледі. Нені? Белгілей салу. Осы ма? Мүмкін емес. Я бірақ көп адам. Қарасай. Неге білеген? Уақыт бәресі жетті. 30 секунд уақыт Бес секундтарың қалып кешігесің. Жақсы уақыт. Алланы еске алуменен безендіріледі. Оныншы сынып сұрақты оқи бастағанда қуанған еді. Бесік қалын оқығанда деп қорыққан еді. Бесінші сұрақ. Қираттың ба біраз? Жалпы 2016 жылдың чемпиондарын екі туралы анықтады. Дұрыс жауап ешкімде жоқ. Екі тур қалды, екі турда 6 ұпай жинайтындар. Ең несі 25 ұпай, анада 24 ұпай болып тұр. Соқтан 32 ұпайға жету үшін енді тағы бір екі сұрақ қосуға тура келеді. Жауап өтейік. Денсаулық немен безендіріледі? Жақсы өтірілме. Сапар жақсы сұхбатпен, сұлулық, көркемдіктен, ұйқы, тәннің қатқанымен. Ал Алланы еске алуменен түн безендіріледі екен, түн. Түнде тұрып оқыған құлшылық, жасаған құлшылықтар бұл түнді безейді екен. Сондықтан да бесінші сұрақ. Пайдасы, бірақ пайдалы деп айтсақ та болады.
6 мен 7 сұрақтар енді. Екінші орынға талас бар. Соңғы орындардың мағыналары бар. Және 10 сыныптарында өздерінің кездейсоқ емес екенін тағы дәлелдеу үшін беріледі. Дүние базары дейді. Жақсы сұрақ деп ойлаймын. Дүние базарына бардым дейді. Мейірімділік бағасы көтеріліп кетіпті. Ала алмадым. Намыс арзан. Көбісі оны сатуда дейді. Шүкіршілікті мүлдеп таба алмадым. Достық деген маскалар көп екен. Махаббат деген ойыншықтарында талайы тұр. Адамдардың аяқтарының астында қадір деген топырақ шашылып жатыр. Көлеңкеде пәленше деген тілемшіні көрдім. Олар адамдарға қарап, мейірім садақа қылыңызшы деп жалынуда. Пәленше деген тілемші кім? Соны табамын. Сұрақ түсінікті ма? Мейірім деген садақаға Дүние базарына бардым. Мейірімділіктің бағасы көтеріліп кетті. Ала алмадым. Намыс арзан, көбісі оны сатуда. Шүкіршілік мүлдем таба алмадым. Достық деген маскалар көп екен. Махаббат деген ойыншықтарында талай тұр. Адамдардың аяқтарының астында қадір деген топырақ шашылар деген. Көлеңкеде пәленше деген тілемшіні көрдім. Ол адамдарға қарап, мейірім садақа қылыңызшы деп жалынуда. Final болады. Ал уақытта 20 минутқа қарай Екі класс. 30 секундтар бар.
9'a. 9'a шешім қабылдайық, уақыттан аяқтап тұр. Бітті уақыт жүріңіз. Мейірімге мұқтаж көлеңкеде бейшара болып тілемші көріп тұрған нәрсе жүре береді. Сондықтан да 11 сынып 3 ұпай алды. Жаңағы мәселені растады. Үшінші Ұлжан 3 ұпай ма? 10 сынып 9 алады. 3 ұпайды Мақпал әкелді. Екінші орын үшін талас соңына дейін күрес болайын деп тұр. Так. 9'da әжептеуге балыр еді. 8'дер 3 балменен нүкте қойып тастадау деп ойлап тұр. Кімге жазам? Дәрмен ба? Әуек болайын едім ба? Жоқ, қорытындылау бар. Бәрі нормально ғой, жазылды ғой бәрі? Кеттік онда, соңғы сұрақ. 2016-ның біріншілігіндегі соңғы сұрақ деп есептейміз. 11 сыныптар үшін де соңғы сұрақ. Екен, соқтар соңғы сұрақта құрметпеден қарайық. Патша даналығы деп аталады. Бір дана патша өмір сүріпті. Оған оның ұлы бір күні әке, сен елдің бәрі дана, көрген көп, ақылды деп сыйлайды. Сен осы даналықты қайдан оқып білдің? Қандай кітаптарды оқыдың? Сені қандай мұғалімдер оқыты деп сұрақ қойды. Сонда әкесі, ұлым, мен ел оқыған, сен де оқып жүрген кітапты оқыдым. Менің де ұстаздарым сен білім алып жүрген ұстаздар болды. Бірақ ел айтып жүрген парасаттылықты, ақылдылықты тек олардан ғана емес, өмірден, табиғаттан да алдым. Құмырсқаларды байқап жүріп, олардың еңбекқорлығына, шыдамдылығына, қайтсе де алдыға қойған мақсатқа жетудегі талпыныстарына қызықтым. Барыстан ептілік пен шыдамдылықты, бөдене құсқа қарап, сүйіспеншілікке, қоршаған адамдарына жанашырлық көрсетуге, және мына нәрсеге қарап, байқағыштыққа және тез шешім қабылдай алушылыққа үйрендім. Нағыз даналық пен ақыллылық әр кезде біздің қасымызда жүреді. Тек адамның көзі, құлағы және жүрегінің есігі ашық болуы керек деп нүкте қойған екен. Не нәрсеге қарап байқағыштыққа және тез шешім қабылдай алушылыққа үйрендім дейді. Аңды олай жоқ. Аң емес шығар? Аң ба? Аң е? Жануар, аң жануар. Жалпы табиғаттағы кездесетін нәрселер. Басқаша түсініп саламыз. Тірі жан. Енді соңғы араласың. Мынандай ғой. Бір бәл. Если мынау, анау болса, қайсына айтып тұрсың, дұрыс жазып. Мені наусыз жаздым.
Ой. Osman'ın en gereksiz cevabı geldi. En gereksiz cevap geldi. Qaysi belgilagansiz qarg'ashdimi? So'nggi so'roq. Ne olib keldi? Bana qiziq bo'lib turgan ikkinchisi o'rnining taqdiri. Birinchi o'rin sezildi. Ikkinchi o'rinning taqdiri sheshkin. So'roq kim bo'ldi, qayerda bo'ldi deganda, tarix sahnasida izlashga to'g'ri keldi. So'nduktan da bana Orasul Nurpis bugün Nursi soncha o'yin qatnashib kelib, bugun Asqarning ati tarixda yozilama degan so'roq qo'ygan edi. Bugun Asqar so'nggi so'roqni dal topib, o'zining loyiqaligiga do'stlar, javobi burgutga qarab dedi. Burgutga qarab. Ikkinchi o'rin taqdirida sheshib qo'ygan ekan. Almala. Üç noktada duruş cevap var. Ikkinchi, uchinchi o'rinda kelayotgan 1002'de. Yani 8'lerde duruş cevap yok. Onlarda bar bravo bay alıp gelip 4'ünçke oraya. 19 hadi. Soğuktan da kim qanday upay alsa da soğan layıqlı deb esepteymiz. Жалпы bu bay
4 ұпай жинап, бүгінгі тур бойынша 9-13 ба? 13 келтірді. 13. 9-а. Жақсы күрестіңдер. 5-ci. Бірақ 8-де неғылда бой бермеді, бірақ ұпай, 1-2 ұпай қалдысындар, ішілер сағымайды деген сөз. 4-ші орын. 3-ші орын. Ұлжан ба тағы да? Так, 20-30 ұпай. Жалпы ұпай 30 ұпай. Жинаған 3-ші орында 11-лерге бұйылды. 10-ларға. Келешек 11-лерге. Так, мені қуантқан 9-аның өз позициясында ұстап қалғаны. Кімге жазады ұпай? Аружан. Күресу деген осындай болу керек. Соңына дейін күресу керек. Мен бірінші 10-дардың жауабы келгенде 9-дардың жауабын асыға күттім. Қателесіп кетіп, onlar 2-ші орынға лайық болып қала ма деген ой келді. Бірақ ана жауапты көріп, 9-дар да 2-ші орын әшейін беріп қоймайтын дәлелдеді. Ал 10-дар да тура бүгінгі 10 ұпай жинап, 10 емес 13 ұпай жинап, Асқардың соңғысымен. 11 десеңіз. 11-лер, sorry. Толғымыз көп тұр, енді сәл жалпы 13 ұпай жинап, сонымен 38 ұпай жинап, тарихта, Брейнинг тарихындағы жоғары ұпайлардың деп есептейміз. Енді ана ұпайларды көріп шығу керек. Келесі былтырғылар қанша жинағанын естеріңде бар ма жоқ? 38 ұпай. Бірінші орын. Сөз берсе. Жалпы осымен қорытындылау бірнәрсе бітті. Жалпы Брейнинг жайындағы соңғы пікірлерді айтайық, одан кейін марапаттан кейін тараймыз. Сағымыз сақтаймыз. 11-лерге ең ақырында сөз кезегін береміз. Так, бір битейік. 9 әр кластан мен Қасым Айдана. Біздің ең соңғы орын алдық. 9 әр кластан. Брейнинг жайында пікірің бар ма? Жылы пікір болмаса, қапагершілік, көңілді, қақпеткен ұсыныс пікір деген сияқты. 9-шы класстың басынан бері соңына дейін Брейнингке қатыстым. Соның арқасында көптеген өзіне қажетті дүниелерді өзіне ала алыштық. Және де біз басында онша мән берген жоқпыз сол сайыста. Бірақ енді 10-шы класс болған кезде жақсылап қатысамыз деп үміттенеміз. Бізге Брейнингтегі қыздар мен жігіттер сол неме қатынады. Ол ой саларлықтай осы заманның қыздар мен жігіттеріне айтқан. Шындық. 8. Қапа кеті жоқ қой, ә? Жоқ, қапа кеті жоқ. Уақытында өштереге өтінгеніңе өкінбейсің ғой? Жоқ, өкінбеймін. Рахмет. Қатысқандарыңа мен қорықтым сендер. Бүгін кемей ойнамағандар. Ағы неғып деп, бірақ өздерінің бастарында кішірейтіп, жеңілдікті жел көтеріп, негіз мақсат ол емес деп, қатысу деп келгендеріңе үлкен рахмет айтам өз атымнан. 2-ші 8 сынып сөйлейді. 8 сынып атынан мен Арман сөйлеймін. Бізде Брейнинг ойыны жақсы өтті. Және де әр өткен сайын түрлі мағлұматтар алып отырдық. Брейнинг ойынын қапагершілік жоқ. Ақырғы орындардың бірі болсақ та, бізде бастысы орын алу болмады. Мағлұматтарды жақсы ала білу болды. Брейнингке өзім арнап өлең шығардым, бір топ. Әрине, оны кішер жоқ болды. Брейнинг білім сайысы тексереді білімді. Ағылшынша сөз сөйлеп, келтіреді тіліңді. Логика сұрақ қойылып, қиынынан жауап беріп сұраққа кеңейтеді миыңды.
бәрі келіп отыр. Біз ер балдар көп сыныпта. Біреулер ойын өткізгенге де жақсы өткенге рахмет. Біле ма? Ұйымдастырғандарыңыз. Әрине, ұсыныс болса, сұраныс болатын болса, ұйымдастырамыз. Осы жерде бір нәрсені айтып кетейік. Аман рахмет отыра бер. Осы кезінде әрбір нелерде апталықтарда болып жүрген кездерде осындай бір ұсыныстарың болса, айтымдар деп жазған кезде осы Брейдерликтің чемпионаты ретінде осы өтуіне үлес қосқан осы жерде Нұрсұлу отыр 11 сыныптан бір ұсыныс пікірінде жазған, осында ай сайын өткізсек, апта сайын өткізсек деп. Сол ұсынысты ескеріп, кейін чемпионатқа айналған жағдайы бар. Сондықтан да өзгерту үшін бірінші өзіміз үлес қосу керекпіз. Соны шын қалайтын болсақ, себепшілер шыға береді, Құдай өзі жеткізеді. Сондықтан да келесі брейдингтерді жалғасады деп үміттенеміз, егер не болатын болса, ұсыныс сұраныс болатын болса. Сондықтан да Нұрсұлу үшін де сол осы чемпионатқа себебін тигізген, енді кішкентай болса да ду қол шақырады. Екінші орнаған былтырғы чемпиондар жағдайлары қалай? Бұл жылғы ойынның чемпиондары, яғни 11 сыныпқа өз атымыздан құттықтаймыз. Және Қырғызбай сізге үлкен рахмет, осындай ойынды ұйымдастырып, өзімізге керекті, қажетті мәліметтерді беріп, нәтижелі осы кеңес бергеніңізге мыңдан рахмет. Және өлең шумақтарымен жеткізсек деп едік. Onlar ерекше болды мүмкін. Ал, Келдік міне Брейдиннің алаңына. Оқушылар әр жаққа бір шалтаруда. Сұрақтарды ойландырып қоятын ағайымыз төрешіміз ойлануда. Жеңіс үшін бәрі де үміттеніп, кубокты алмақ үшін ниеттеніп, ойлануда бәрі де сайлануда, сайлануда бәрі де қамдануда. Бұл сайыстың берері мол бәрімізге, қатысушылар нәтижемен жетеді осы күнге. Осы күнге жетуде қаншама топ ынтымағын, бірлігін көрсетумен. Бұл сайыста мақсатымыз жеңіс емес, ең бастысы алу ғой жақсы кеңес. Ұйымдастырған сайысты ұстазымыз Қанбек ағай сізге үлкен алғыс. Екінші орын. Алуым деп сендіңдер ме, сенбедіңдер ме, шындарын айтыңдар. Осы брейдинг сайысы осы барынша оқушыларға берер болса, өмірлік тәжірибе, білім, өмірлік беріп сұрақтар арқылы өзіміз алып алдық. Бұл сайыс емес, бұл өмірге де көз арасында ашатын тәжірибе екінші орын алғанымызда қуанамыз. Басқалардан ғайып жақсы. Екінші орында оңайлықпен келген жоқ па, астарында азығы болып тұрды. Олармен күресіп оңай не болмайды. Сондықтан да құттықтаймыз. Ал соңғы кезек 11-лік. Біз енді бір жыл 11 жас болып қастық. Бір жағынан абыройда болып, бүгінгі жеңісіміз шыны керек. Екі жақтама болып, жеңеміз бе артымызды себебі 9-ақ келді. 4 ұпаймен бе, 3 ұпаймен қалып, 10 класс келді. Шыны керек, екі жақтама ой болды, бірақ жеңгенімізге өте қуаныштымыз. Енді тағы бір идея айтпақшымыз, ағай сізге жаңа кубокты көріп, ана жерде 96-лардың аты жөнін жазылған екен. Құдай қаласа бір 5 жылдан кейін бізде универді бітіріп келеміз ғой, сол уақытта 96-лардың арасында да жеңді ғой. Біз жеңдік, өткен жылы мыналар жеңді, келесі жылы тағы жеңді. Солардың да басын қоссаңыз деген. Түрк чемпиондары бар. Құдай қаласа. Олай жеткізсіздер ме? Шақырсаңыз келеміз ғой, қайда жүрсек те келеміз ғой. Болды онда, есте болсын. Сосын бізде барлығымыз сөйлейміз ғой деген ниетпен тұрмыз. Сөйлейік. Ал онда, мақұл. Бүгін финал енді естесіңіз жарашады. Осы сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай ойындарды ұйымдастырып. Бүгінгі ойын ең керемет ойын болған сияқты, өйткені бізге финалға шыққанға ма. Алдыңғы жылы айтқан ең ғой, бірінші орында ендігі жылы аламыз деп. Өшекті айтып кеткеніміз ғой. Осындай айтқанға көрген камера. Сен айт, мәзірек айт, алдыңызды ғой. Айттым, бәлемде тұрдым, камераға бір айт жүрер. Енді бұйыртса алыңдар, бірінші орын. Басымыз қосай-қостан соң тағы бір ағай ұйымдастырса чемпиондар. Үлкен алғысымызды айтамыз сізге. Рахмет, осындай.
бүгінгі ойын жалпы барлығымызға ұнады деп айта аламын. Бұл ойындан ең бастысы жеңіс деп ойламаймын. Әркім өзіне қажетті мәліметті қай дәрежеде алғаны, қай дәрежеде қабылдай алғаны деп ойлаймын. Бұл жерде негізі ойын туралы айтатын болсақ, жалпы негізі ойын бойынша осы биылғы кубокта негізгі біздің басты қарсыласымыз негізі 10 сынып деп ойладым. Негізі ондар негізі шынымен қарсылас болатындай топта негізі біз негізі ондардан кішігірім қорқып деп айтсақ болады негізі. Бірақ онды озғанымызға негізі қуаныштымыз. Қолдан келеді негізі тырысса. Негізі жалпы тарихқа жазылғанымызға ризамыз. Сізге үлкен рахмет осындай ойындарды ұйымдастырып, жетекшілік жасап жүргеніңізге. Бүгінгі ойын маған өте қатты ұнады. Осы уақытқа шейін қатыспағаныма өте қатты өкінемін. Бүгінгі ойында кішкене де болса үлесін қосып, осы ойында отырғаныма ырза болдым. Және де осы сұрақтарды арасынан өзіме керекті өмірлік мағлұматтар алдым. Сізге рахмет көп. Бүгінгі ойында өзімнің тобымдағылардың айтқанына қосыламын. Яғни бүгінгі ойын өте қызықты әрі тартысты болып өтті. Бізге яғни 4-ші турда ма бізге шешілді ғой? 4-ші сұрақта? 5-ші сұрақта шешілді. Ары қарай не дейді? Кәдімгідей өзімізді еркін қойдық та ары қарай. Одан алдын сәл қорыққан едік, озып кетеді ме деген оймен. Одан кейінгісін өзіміз еркін қойып, ары қарай өзіміздің сұрақтарға жауап беріп. Яғни бүгінгі сайысты 2-ші орын 9-дар, 3-ші орын 10-дарды құттықтаймын орындарымен. Яғни алдағы уақытта осы чемпиондар кездесіп көрсетеміз деген күшті болатынына. Сізге жол бергеніне рахмет. Жол бергеніне өзіңіз рахмет. Әжібайым, дұрыс па, еңбектерің бар, достойнысыңдар, лайықтысыңдар. Рахмет. Бүгінгі ойын негізінде күшті, мен үшін. Өзім командамды бірінші құттықтаймын. Өзімізден бастайық, одан кейін 2-ші орын алған командалар, 3-ші орын алған командалар құттықтаймын. Бүгін көп балалардан соң да ешқандай сұрақты бөліп бере алмадым. Команда бойынша барлық сұрақтарыма және камера шықперге алысыңдар. Біз түсірген кезде ешқандай аласай болмағанда биыл айтылады. Ал онда жақсы. барлықтарға рахмет. Шын мәнінде бүгін мен басқаша ойда келгенім, осы брейнингтің последний брейнинг бола ма деп. Мынанша алғыс, мынанша нені алғаннан кейін ендігі жылда біріншілікті зор ұйымдастыруға Құдай аманшылық болса нәсіп етсін деп тілейміз. Болмаса өткенде бір арам-жарымға көйіп кеткеннен кейін, команда жинаудың өзі проблема болып кеткеннен кейін біраз ойға келгенік, бұл әшейін болмайтын нәрсеге қоя салайын ба деп. Бүгін енді ол нәрсенің бәрі шын мәнінде бір адамдарға болмайтын болса да басқа адамдарға пайдалы екенін сезініп, оның өзі бір күш жігер береді. Сондықтан да брейнинг келесі жылда 4-ші анау жер жалғасақ деп үміттенеміз. Аманшылық болса осы жерде жүрсек, денсаулық болса, Құдай қаласа жалғасын табады деп Құдайдан тілейміз. Ал барлық командаларға алғыс айта отырып, 2-ші, 3-ші орындарды бірінші құттықтап алсақ. 3-ші орын алған 10-шының командасы марапатталады. Кім шығады? Кәсіпкер командалар. Жақсы келесі жылы негізі болған тілектес. 2-ші орын 10 жасының командасына маған Аружан шақыртып еді. Жоқ, жаңа емес, себебі ол жаңа ең үздік ойыншы деген атауда, ол ресми емес, бірақ олда да төленге берілген. Биылғы жылдың ең үздік ойыншысы атану үшін де біраз Аружан бас қатырды. Сондықтан құттықтаймыз, шапалақ үшін орнай қойсын. Биылғы жылдың ең үздік ойыншысы Махан Аружан. Сондықтан тағы да бір шапалақ olsun. Finalistler, çempiyonlar, devamlı saklanmalar.
2016 Brady Cup. The winner of the cup, the 11th form. I congratulate Please. Dostlar, kutlu olsun. Rahmet, осы көбікті үшін біраз ұқтамаға кездері болған шығар. 11 сынып нәзірге дәстүрлі сурет кетсек, бұл дәстүрлі суретті қалам көріп, кейін қаламдарына кейін сөйлеп жатамыз. Көбік ұстап сөздер.